Сұмыру қашуға тырысса да қаша алмай жүгіреді. Есі қылтаулы болады. Кухня қара қашып жүгіреді. Бастығы тиісіп жатқанда итеріп жібереді. Бастығының басы ағашқа соғылып, құлап қалады. Осы кезде Сұмыру қатты жылап, телефонын іздеп, Таксинге звондайды. Нухқа айтпа, мен екенімді деп. Сосын Таксин Сұмыруға қарай барады. Кенет есік қағылады. Қараса Нух келеді. Таксинді аңдып келген екен. Нух пен Таксин мәйітті барып көміп тастайды. Барлығы Таксиннің үйіне келеді. Таксинге Сұмыру барлық өткенін айтып отырады. Екінші рет бұл жағдайда қайталанып отыр дейді. Артында Нух тыңдап отырады. Мен оны өлтіре алмадым дейді. Солай зорландым дейді. Солай Нух пен Мелек екеуі дүниеге келді дейді. Ол кезде менің әлем жетпеді, мен қорықтым бұлай өлтіруге дейді. Артынан Нух шығып, апа дейді жылап. Екеуі құшақтасады. Мені кешірші дейді. Ертесіне барлығы түрмеге келеді. Мелекті шығарып алуға. Мелек шығады, артынан Жихан қарап тұрады. Содан кейін барлығы Таксиннің үйіне келеді. Өте бақытты. Сұмыру балаларына арнап тамақ дайындап қояды. Нух пен Мелек алғаш рет анасының қолдарына тамақ ішеді. Барлығы Таксинге рахмет айтып отырады. Жихан қатты қайғырады. Мен Мелексіз өмір сүре алмаймын дейді. Кенеттен Жихан Таксиннің үйіне келеді. Оны көріп Нух ашуланады. Жихан Мелекке сөйлесуіміз керек дейді. Мелек, не айтсаң да осы жерде айта бер дейді. Сонда Жихан, неге маған бала туралы айтпадың дейді. Оны Сұмыру да алыстан естіп тұрады. Қатты қуанып келіп қызын құшақтайды. Жихан кетіп қалады. Жолда келе жатқанда ол, менің балам, ол үшін салан әулетінде неге келеді деп ашуланады. Үйге келеді. Жихан мен Севилай сөйлесіп отырады. Мелек екі қабат екенін айтып отырады. 6 ай содан соң ажырасамыз. Сен Нухпен үйленесің, мен Мелекпен бірге тұрамын. Біздің балаларымыз болады дейді. Барлығы ажырасуға сот залына жиналады. Сұмыру Нухқа біз кегімізді аламыз. Шансалы әулеттен кегімізді аламыз, Саметтен құтыламыз дейді. Осы кезде Шансалан әулеті келеді. Журналистерді жинап Сұмыру осы кезде менің қызым Хариканы ДНК-сын алмастырды. Мен оны сотқа беремін Хикметті дейді. Хикмет барлығы Сұмыруға қарап тұрады. Сұмыру балаларына келеді. Сендер көздеріңді ашыңдар, сендерді пайдаланып жатыр дейді. ДНК сараптамасы Хариканы Саметтің қызы болып шығады. Үйге келгеннен кейін Самет Нихаятқа үйден кетерсің деп айтады. Нихаят, бұл менің үйім дейді. Сол кезде Хикмет күліп отырады. Бұл менің қызымды қорқытқан, солай үйді алып қойды. Және әшекейлерін алып қойды дейді. Солай Саметтің көзі ашылады. Хикметті жек көре бастайды. Үй қызметшілері осы кезде барлығы қуанып отырады. Сұмырудың жақсы айтқан, Хикмет масқара болыпты дейді. Сұмыру мен Таксин Анисаға келеді. Және оны алып кеткісі келеді. Ол Таксиннің үйіне келеді. Барлығы Анисаны көріп қуанады. Осы кезде Асад пен Эсма үйінде кездесіп жүреді. Барлығы жиналыста отырады. Сұмыру да, мен де акционермін, мен де қатысамын дейді. Әрі артынан Хикмет те келеді. Олар барлығы компанияны сататын болып шешеді. Одан кейін басқа жерге барады. Жихан мен әкесі Самет екеуі компанияны сататын адамдармен кездесеміз деп. Және алдарынан кенеттен Таксин мен Таксин адамдары шығады. Жихан мен Самет екеуі қатты таңқалады. Одан кейін Жихан мен Мелек кездесіп қалады. Жихан Мелектен кешірім сұрайды. Бір мүмкіндік берші деп өтінеді. Келесі сериясын көру үшін менің арнама тіркеліп, маған қолдау көрсетіңіздер. Лайк басып кетіңіздер.